Құрметті оқырмандар, Тараз қаласының көшелері бойынша бір көше, бір тарих атты бейнегалереяны назарларыңызға ұсынамыз. Маметова Мәншүк Жиенғали қызы 1922 жылы Гурьев облысы Орда ауданында туылған. Азан шақырып қойған аты Мәнсия. 5 жасынан бастап оны әкесінің немере інісі Ахмет Маметов және әйелі Әмина асырап алған. Үлкен қара көзі, пысықтығы, шырақтығы үшін олар баланы еркелетіп моншағым деп атады. Өзінен атын сұрағанда бала Мәншүк деп жауап берген. Осылай аты Мәншүк болып қала берді. 1937 жылдың қуғын сүргініне Маметовтар әулеті де ұшырады. Ғылыми зерттеу институтының директоры Ахмет Маметов қамауға алынды. Ол кісінің әйеліне айтқан соңғы сөзі: «Менің Мәншүгімді ренжітпе, аман сақта». Кейіннен Ахмет Маметовты ақтады, бірақ олардың отбасы қудаланып, халық жауы аталды. Есейген Мәншүк әкесінен бас тартпады, оны сатпады. Ол әкесінің қамалуын қате деп санады. Мектепті бітірген соң Мәншүк медицина институтына оқуға түсті. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталғанда Мәншүк 18 жаста болатын. Ол соғысқа бару, отанын қорғау туралы шешім қабылдады. Өтінішінде: «Фашистерді жою үшін майданға жіберетін мен ағайым да, апайым да жоқ. Сондықтан да өзіңді жіберіңіз», деп жазған. Бір жыл бойы Мәншүк әскери комиссариаттан өзін әскерге жіберу туралы өтінді. 1942 жылдың 13 тамызында Алматыдан 100-ші атқыштар бригадасы майданға аттанды. Оның құрамында 4890 жауынгер, оның ішінде 2 қазақ қызы, дәрігер Мариям Сарлыбаева және Мәншүк Маметова болған екен. Әскердің қиындығын Мәншүк ерлермен қатар көрді. Жер жорғалап, судан жүзіп, қалыны ормандардан өтті, пулемет атып үйренді. 21-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының ең жақсы пулемет атқыш атағына ие болды. Ол ел жүректің үлгісі болды. Оны дивизия жауынгерлері мақтан тұтқан. 1943 жылдың 15 қазанында Псков облысындағы Невель қаласын босату үшін Изоча станциясында өте қатал соғыс болды. Мәншүк өзінің әскери бөлімінің шабуылын пулемет отымен қолдады. Мәншүк басына оқ тиді. Соңғы күштерін жинап, Мәншүк пулеметін алшық жерге алып шығып, жолдастарына жолды тазалап, фашистердің тікелей бетіне атқан. Өлі Мәншүк пулеметтің саптарын қолына тастай қатты қысып алған. Сол қан майданда Мәншүк Маметова ерлікпен қаза тапты. Кеңес социалистік республикалар одағы жоғарғы кеңесінің жарлығымен 1944 жылдың 1 наурызында неміс басқыншылармен соғысу майдандағы қолбасшының әскери тапсырмаларын бұлжытпай орындағаны үшін, көрсеткен ерлігі үшін Мәншүк Маметоваға кеңес одағының батыры атағы берілді. Мәншүк ерлікпен біздің жерімізді қорғап қаза болды. 21 жасында жанын пида етті. Өмірі қысқа, бірақ жарқын еді. Мәншүктің есімі халқының жүрегінде. Невель қаласында Мәншүк атында көше бар. Режиссер Мәжит Бегалин Мәншүк туралы ән атты көркем суретті фильм түсірді. Ақын Мариям Хакимжанова Мәншүк Маметова атты поэма жазды. Батыр қызды Невель жерінде де ерекше қадірлеп есте сақтайды. Невельде Мәншүк Маметова атындағы көшеде скульптор Тулековтың Мәншүкке арнап жасаған ескерткіші тұр. Осы ескерткіштің артында Мәншүктің атындағы тігін фабрикасы орналасқан. Невель қаласының мұражайында үлкен орын берілген. Невель мектебінің Ұлы Отан соғысы мұражайында Мәншүкке арналған үлкен бөлім бар. Алматыда оқыған номер 28 орта мектебінің сыныбында Мәншүк отырған партасы бар.